Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге дәмді әрі расымен тез әзірленетін, өзінің қанық түсімен әрбір үстелдің көркін келтіріп тұратын шпинатты рулеттің рецептімен бөлісемін. Ол үшін достар, каналға тіркеліп, лайк басып, келесі видео рецепті өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ингредиенттер тізімін видеоның астында да көре аласыздар. Шпинатты шұңғыл ыдысқа салып, салқын ағын суда жуып, блендермен езіп аламыз. Ақуызды тұзбен бірге ақ көбікке айналғанша миксермен араластырып алуымыз қажет. Бөлек ыдыста сарыуыз, қант, күнбағыс майын, ұн және жүгері крахмалын миксермен ең төменгі жылдамдықта араластырамыз. Шұңғыл ыдысқа салып істесеңіз қатты шашырамайды. Қамыр мен шпинатты араластырып аламыз. Дайын болған массамызға ақуызды екі бөлікке бөліп, жақсылап араластыруымыз қажет. Противенге пергамент қағазын төсеп, массамызды құйып, біркелкі болғанша түзулеп шығамыз. градуста қызып тұрған пешке 12 минутқа жібереміз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге укроп, сүзбелі ірімшік және қызыл балық, сёмга немесе өзіңізде бар балықты қолдансаңыз болады. Укропты қалауыңыз бойынша мөлшерлеп алып, үстіне сүзбелі ірімшікті қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып алуымыз қажет. Үстелдің үстіне пищевая пленкамызды төсеп, пештен шығарып шамалы суыған шпинатты қамырымызды қоямыз. Сүзбелі ірімшігімізді біркелкі етіп жағып шығуымыз қажет. Келесі балықты қойып шығамыз. Мен екі қатар істеп шықтым. Бірақ сіз ортасына дейін немесе ортасынан орындар қалдырып, толық төсеп шықсаңыз болады. Бәрі өз қалауыңыз бойынша. Осылайша біркелкі етіп орап шығамыз. Рулетіміз формасын ұстау үшін шет-шетін орап байлауымыз қажет. Және тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Рулетті тураған кезде өте ұқыпты және асықпай турау қажет. Ең бастысы үстінен пышақпен қатты басып, езіп жібермеуіміз керек. Тураған сайын пышақты салфеткамен сүртіп тұрсаңыз болады. Сервировочная тарелкаға қалауымыз бойынша қойып шығамыз. Біздің осындай тез әзірленетін шпинатты рулетіміз дайын болды. Жақындарыңызды қуантып, міндетті түрде дайындап көріңіз. Видеом ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.